Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі өзгеріс әкелетін әңгіме айдарына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта республикалық жарыстардың бірнеше дүркін чемпиондарының жетекшісі Жұбатқан Нұркен Болатұлы. Нұркен Болатұлы, бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Сіздің осы дене тәрбиесі пәні мұғалімі болуға не түрткі болды өміріңізде? Саламатсыз ба, қош көрдік. Бұл подкаст қой, еркін отырайық. Нұркен дей берсеңіз болады. Нұркен Болатұлы деп ресми кетпей қойып. Не түрткі болғанда, жалпы өзіміз отбасымыз спортқа жақын отбасы ғой, жалпы. Әкем футбол ойнаған, ағаларым сол спорттың жалпы барлық түрмен жақсы айналысқан. Енді өйтіп отқанда мен де спорттан алыс кете қоймаймын ау. Сол төңіректе жүрем дейсіз ғой. Жаңа не бар ғой, алма ағашынан алысқа түспейтін. Кішкентайымыздан сол допты көріп өстік көз алдымызда. Сол мектеп табалдырығын аттағаннан бастап әртүрлі спорт үйірмелеріне қатыстық. Және де сол кездегі жаттықтырушыларым да әсер етті деп ойлаймын өзіме. Көбісі ойлауы мүмкін, Нұркен футболист, болмаса гандболист деп, футбол мен гандбол саласында жүргеннен кейін. Бірақ негізі таеквондистпін. Қазір негізгі айналысқан тұрақты спорт түріңіз, айналысқан спорт түрім таеквондо. Бірақ гандболдан дайындаймын. Балаларыңыз, яғни гандболдан чемпион болып жатыр. Республикалық жарыстардың чемпионы, жүлдегері, спорт шеберіне үміткер деген сондай атақты алды балалар. Жақсы, керемет, өте. Енді жарыс болғаннан кейін бірде жеңіс болады ғой. Сол жағдайдағы команда ішіндегі мотивацияны қалай сақтайсыз? Енді эмоция болады ол жерде. Қыз балаларда да, ер балалар болсын, команданың ішінде. Жеңіс қалған жағдайда қандай жағдайда боласыздар? Енді сіз жетекші ретінде өзіңіздің рөліңізді айтып жіберсеңіз. Бірінші мотивация енді шапалақ қой деймін. Әзілдеп айтамын. Ол жерде енді мотивация дегенде ол бір сәттік нәрсе емес. Әр тренировка сайын, жаттыққан сайын, әр тренировканың соңында міндетті түрде бізде жиналыс өтеді, жаттығуды қорытындылаймыз, өткен ойындарды талқылаймыз деген сияқты. Сол жерде біреуінің қателігін айта отырып, алдыға ұмтылуға мотивация береміз. Және ең бірінші жарыс ойын раздевалкаде басталады дейді ғой. Раздевалкаден бастап жарыстарға барған кезде ойынның алдында бұл жерде міндетті түрде капитан бар, капитандарымыз бар. Бірінші оларды дайындап аласың, капитандарды бөлек дайындап аласың сөйлеуге. Бірінші айтатын сөздерін соларға айтып, бірінші капитанды оятып аласың деген сияқты. Ол капитан ары қарай команданы оятады. Жігер берем дейсіз ғой? Жігер береміз. Енді бәрі қазақтың малдары ғой дайындап жатқанымыз. Қара сөздің құнын білетін балалар ғой бәрі. Сол сөзбен көбінесе. Көбіне эмоциональный болып келеді ғой балалар. Жарысқа барғанда да эмоциясы ішіне сыймай тұрады. Сол уақыттарда қыз балалармен әсіресе жұмыс кезінде қалай көрсете аласыз өзіңізді қиыншылықтар туындағанда? Қыз балалар деген бөлек әңгіме ғой. Қыз балалармен жарысқа барған деген, жалпы жарысқа барған деген аман есен барып келгенім ғой. Көп адамдар ойлайды, жарысқа барады, келіп жатыр, барып жатыр, келіп жатыр, рахат осыларды деп. Болмаса қоғамда жаңағыдай түсінік бар, дене шынықтыру оңай пән ғой деген сияқты. Жалпы жарысты ең бірінші кезекте жарысқа аман есен барып келуіміз, оның өзі деген біраз жұмыс. Пойызбен жүресің, автобуспен жүресің, жатқан жерлерің бар, біреу далаға шығып келеді, баланың қауіпсіздігі бар ғой жалпы. Оның өзі бір бөлек тақырып қой. Оның өзі бөлек тақырып. Жалпы қыз балаларға келетін болсақ, енді қыз балаларда өте ауыр жұмыс. Өтпелі кезеңнен өтіп жатқан оқушылар болады. Біреудің еркесі, біреудің жалғыз қызы деген болады. Біреу ұрысқақ болады. Әрқайсысымен барынша енді ренжітіп алмауға тырысасың. Ол жерде ренжітіп алмауға, бір-бірін тату ұстауға. Қыз балаларға қатты бір ненің қажет жоқ. Главный
бір-бірімен ұрысып қалмаса болды ол жерде. ең бастысы сол ғой, аман Ең есен бірінші- барып келсеңіз. ең бірінші алаңда бір-бірімен ұрысып қалмаса, олар өздері ары қарай жауапкершілікпен өздері ойнап шығады. Көп жағдай өз басымнан өткен жағдайда иә. Бір-бірімен ұрысып Енді қалмаса. алаңның барысында эмоция көрсетіп қойғанда көбіне бір-бірімен ұрысып қалды деп жатсыз ғой, жаңағы жеңіліс табатын командалар болады иә. Соның алдын алу мақсатында өзіңіздің тайм-аут кезінде шақырып алып, осындай бастысы жеңіс. Сондай болып қалған жағдайда негізі енді бізде командный спорт болғаннан кейін қосалқы құрамдағы ойыншылар деген болады. Алаңда біреудің мінезі агрессивный болып бара жатса, өзінің командаласына болмаса қарсыласқа агрессивный болып бара жатқан кезде бірден замена сұрайсың, отырғызып қойып, ана жерде ойын тоқтатпау керек, барынша жақсы ойын көрсетіп жатса, болмаса команда болып жаңағыдай бір-бірімен кетіп бара жатса, уже тайм-аут аласың, бәрін бір сөйлесіп жүріп, ашуларыңды басыңдар деген сияқты. Сөйтіп сөйлесіп жібересің, ал жаңағыдай бір жекелей бір оқушы агрессивный болып кетіп бара жатса, заменаға шақырып аласың да, асықпай отырып сөйлесіп, ашуын басып, суын беріп, бір-екі рет желпіп жіберіп, мақтап жіберіп деген сияқты қайтадан ойынға кіргізіп жібересің. Сол әрқайсысын шақырып алып отыра бересің ғой. Жақсы, керемет. Сұхбатыңызға рахмет. Алдағы уақытта сізге толағай табыстар тілеймін. Республиканың төрінде дайындаған оқушыларыңыз жеңістің туын желбіретіп жүре берсін деймін. Рахмет. Біздің Нұркен мырзамен алдағы уақытта сұхбатымыз әлі де жалғасады. Жақсы жетістіктер, жақсы нәтижелер күтеміз. Рахмет. Назарларыңызға рахмет.